сабағынан сабақ өткізіп отырмыз. Бүгін бізде ерекше сабақ, я? Себебі бізде көптеген қонақтарымыз бар. Көңіл күйлеріміз қандай? Керемет, я? Ендеше барлығымыз ортаға орнымыздан тұрып, қонақтарымызбен амандасып алайық. Сіз кіш сәлем бер. Жақсы, отыра қойыңыздар. Не қалды? Жақсы балалар, қазір тақта істегенше біз өзіміз ары қарай сабағымызды жалғастыра берейік. Балалар, онда қармаймыз, маған қараймыз. Қазақтың ұлттық ойындары. Қандай ұлттық ойындарды білесіздер? Иә. Тоғызқұмалақ, неке көптеген ойындар бар екен, ақсерек, көксерек бар, қыз қуу бар, алты бақан, өте жақсы, жарайсыздар. Ендеше соның қазір біз асық ойын түрлерімен тоқталып кетейік. Қандай асық ойындарын білесіздер? Дұрыс. Тағы да? Қанталапай, шыр ойыны, қан ойыны өте жақсы, жарайсыздар, Осындай асықтың да ойындарының көп түрі бар екен. Асық ойынның түрлері, ойындары адам денсаулығына өте пайдалы екен, Жылдамдыққа баулиды екен, ойлау қабілеттерің дамиды екен, шапшаңдықты, математикаға деген ойлау қабілеттерің де көп ойнасақ дамиды екен. Ендеше балалар, қазір біз асық ойынның бір-екі түрімен ойынын көрсетейік. Келіңіздер. Қанталапай ойынын ойнайтын болсақ, бастаушы не істейді екен? Асықтарды лақтырап, ойыншылар таласып алады. Кімде болмайды, сол ойыннан шығады. Ой, істеді ма? Жарайды, жақсы. Ал, кімнің қолында асық бар қанша? Жарайсыздар. Кім ала алмай қалды? Мінекей, Нұрислам ала алмай қалды тағы. Еске Нұриман ала алмай қалды, Жарайсыздар. Енді осылай кім ала алмады, ол ойыннан шығып отырады екен. Қазір өте жақсы, жарайсыздар. Енді қойып қояйық. Балалар, сонымен қатар шыр ойыны дегеніміз мінекей. Осындай шеңбер, шеңберді айналдыра асықтар дізіп қояды екенде, төрт жағына төрт асықты қойып, асықтарды саусағымызбен атып құлатқанымыз алады екенбіз. Ал атамыз кезекпен, ата қой. Айзада бастай қой. Бастай қой, ата қой. Ал атамыз. Де жақсы. Неке бұл да? Бұл қандай ойын болды? Шыр ойыны екен. Енді қазір айтын тізе қойшы асықтарды. Жерге Рамазан бар, көмектес. Асықтан аламыз бір-бірден. Ала қой. Ал бір-бірден барып атамыз осы асықты. Аттыңыздар ма? Енді атқандарымыз топқа барып отырайық. Қызыл асықты алғандарымыз бірінші топқа. Екінші атқа, жасыл асықты алғанымыз екінші топқа. Кім атты тез-тез отыра қойыңыздар. Рамазан, сен жаққа келдің ме? Нұриман, бара қоян жаққа. Тез. Кітаптарын, дәптерлеріңізді алдыңыздар ма? Осылай біз балалар топқа бөлініп алдық, Келесі бізде не көріп тұрсыздар тақтадан? Күннің көзін бұлт басып тұр, Ал үй тапсырмасында қандай тақырыппен танысып едік? Мансұр? Бейбарыс Сұлтан. Бейбарыс Сұлтанды қазір біз тақтаға шығып айтпаймыз. Күннің бетіне басып тұрған бұлттарды бір-бірден тазалап алып отырамыз да, сол арқылы үй тапсырмасын айтамыз, Тақтаға аярушыға қой. Кезекпен шығамыз. Мұнда кел бала қой біреу. Қандай шөпті иіскеп туған жерде еске түсірді? Сендер айару емессіңдер, айару өзі айта қой.
бұл жусан шөпті жұлып алып туған жерді сағынып. Жусан шөбін иіскеп, Туған жер. көтеріп қойыңдар, қолдау беріп, иә? Жарайсыздар. Балалар, сонымен қатар алдарыңызда домбыраның суреті тұр. Оны да қазір айтам, иә? Келесі. Бейбарыс өмірінің қай кезеңі аянышты өтті? Бейбарыстың өмірінің қай кезеңі аянышты өтті дейді. Айта ғой. Айта ғой. Кім көмектеседі? Неге? Неге аянышты болды оның қартайған кезі? Себебі ол туған жерін сағынды. Туған жерін сағынып, аянышты өткізді. Содан кейін кім болды? Жас жігіт. Бейбарыс соғысқа қатысып, сұлтан болып атанды. Бейбарыс сұлтан. Жақсы, жарайсың. Мына жақтан Рамазан шықтың ба? Шыға ғой. Бейбарыстың жігіттік шағы кезеңі қалай өтті? Оның жігіттік шағы жақсы өтті. Өйткені ол жерден Жоқ. Қандай жігіт болды? жақсы. Иә. Батыл. Батыл, Иә. күшті, Ештеңеден қорықпай, жауларға қарсы шықты. Жақсы. Бейбарыс өмірін қай елде өткізді? Бейбарыс өмірін қай елде өткізді дейді? Араб елінде. Өте жақсы, жарайсың. Ол Араб еліне қалай жетті? Жоқ, Араб еліне. Басқа елдегі адамдарды Иә, Нұриман толықтыра ғой. Содан Араб еліне сатты, иә? Жарайсың, жақсы. Жақсыңыздар бүгін. Керемет, иә? Жақсы. Енді базын аштық. Ар жағынан қандай сөз шықты? Аяулы атамекен. Ендеше бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз ол аяулы атамекен екен. Не көріп тұрсыздар? Иә? Облыс, ауыл, қала, аудан, республика деп тұр, иә? Бұл сөздерді жайдан жай қойған жоқпын. Осы сөздерді, тірек сөздерді пайдаланып, өздеріңнің туған жерлерің, тұрып жатқан елдерің туралы кім маған әңгімелеп береді? Кім тағы? Басқамыз білмейміз ба туған жеріміз туралы? Айдын айта ғой. Өзің туған жер. Өте жақсы, жарайсыз. Тақым, Алмансұр айта қойшы. Мен Қазақстан Республика ауылында, Қарамсек ауылында тұрамын. Мен өзімнің ауылымды жақсы көремін. Осы ауылда мәдениет үйі, төрт қатарлы үйлер бар болады. Тәтті жер-жидектер болады. Мен өзімнің ауылымды жақсы көремін. Өте жақсы, жарайсың. Айзат айта ғой. Керемет. Мен Қараөзек ауылы, облыс, аудан орталығында. Бірінші бастап айтайықшы. Қандай облыста тұрамыз? Ақмола облысы, Бұланды ауданы, Қараөзек. Жарайсыз. Ал Ол жерлерде орман, тоғай, жеміс-жидектер бар. Мен ауылымды жақсы көремін. Жарайсыз. Бізді осы орман тоғай көп болғандықтан біздің ауылымыздың ауасы қандай? Таза, е? Сондықтан әрбір адамға өзінің туған жері ыстық екен, е? Сондықтан біз қайда барсақ та бізді кім қай елге барып бүйтіп мәпелесе де біз өз туған елімізді не етеді екенбіз? Сағынамыз, ұмытпаймыз, жақсы көреді екенбіз. Тақырыптарымыздың авторымен танысайық.
Әлімбай ақын. Қазіргі Павлодар облысы Шарбақты ауданының Маралды ауылында 1923 жылы дүниеге келген. Менің Аспанды әпке, Балдәурен, Ақсерете көксерек тіпті кітаптарым бар. Бүгін балалар сіздер менің аяулы атамекен Түркістан өлкесі тақырыбымен танысасыздар. Мінекей автормен таныстық, кім екен бүгінгі біздің өтетін? Өте жақсы. Балаларға арналған нелер бар екен? Көптеген кітаптары бар екен. Бүгін біз сол кісінің қандай өлеңімен танысайық деп жатырмыз? Аяулы атамекеннің ішінде Түркістан өлкесі Аңырақай алтын емелмен танысамыз. Қазір балалар келесі. Ашық микрофон әдісі бойынша келесі. Ашық микрофон әдісі бойынша мында келіп, микрофонға әдемілеп тұрып, мәнерлеп оқып береміз. Мен Түркістан өлкесін оқып берейін сіздерге. Түркістан деген Орта Азия екені белгілі ғой әр шәкіртке жетелі. Түркістан деген сөз екен ер жүректілер, құдыреттілер мекені. Некей бұл Түркістан туралы өлең. Келесіні кім оқиды? Аңырақайды оқиғы. Аңырақай деген үлкен аңғар кек шапқан. Сонда талай сойқан оған жау шапқан. Сонда жеңіл батырлар қазақтың жоңғарлары тұра ұлтта қол сатқан. Жарайсың, жақсы. Келесі келе қоям мені. Бір ол, бір алтын емел. Алтын емел деген сұлу жер осы. Ер тоқымдай таудың биік белесін. Көзің шомған жері ұлғы шоқының, қасиетті бір үнесі отаның. Жарайсың, жақсы. Түсінікті болды деген ойдамын. Енді қараңыздар, түсіндірме сөздікпен жұмыс жасаймыз қазір. Кітабымызға, тақтаға қарайық. Жоңғар деген жаңағы Аңырақай өлеңінің ішінде кезіккен сөз, жоңғар деген. Жоңғар дегеніміз ерте заманда қазақпен жауласқан халық екен, Ал тұралатта қаусатқан дегеніміз тізе бүктіріп, жеңген деген мағынаны білдіреді екен. Мүйіз дегеніміз отанымыздың бір бөлшегі деген мағынаны білдіреді екен. Осы сөздерді дәптерімізге тез жазып аламыз. Бүгін айдың нешесі? Желтоқсанның 11-і тез жазып аламыз. Болсақ дәптерімізді жинаймыз, кітаптың ішіне жауып дәптерді жинап қойыңыздар, қазір сіздерге кедергі болады. Партаның үстіне сыймай отырмыз ғой. Енді балалар, сіздердің алдарыңызда домбыра не үшін тұр деп ойлайсыздар? Бұл бағалау парағы, бүгінгі сабақта сіздер өздеріңізді бағалайсыздар. Әрбір тапсырма орындаған сайын кім, қай кезде, қалай сөйледім, өзімді нешеге бағалаймын деп ойларыңызға сақтап отырыңыздар. Сабақтың соңында мен сұраймын, өздеріңіз бағалайсыздар. Жарай ма? Келесі тапсырмамызды орындайық. Енді балалар, мына жерде әрқайсымыздың қолымызда телефон жоқ, жұптық жұмыс екі-екіден отырып бір-бірлерімізге таямызда QR кодпен жұмыс жасайық. Кітабымызда бар. Қанекей, жұмыс істейміз. Ашты ма? Өздеріңіз көріңіздер екеулеріңіз. Қазір содан кейін айтып бересіздер. Не көрдіңіздер, Көріп отырмыз ба? Істемей қалдық ма? Түркістан. Ал Түркістан туралы не айта аласыздар? Айта ғой, орныңыздан тұрып айта. Тағы да кім не айтады? Кесенесі? Өте жақсы. Айта ғой. Жоқ, біз жаңа видеода не көрдік, соны айтамыз. Мінекей, біз осы
Иә, дұрыс айтасыз. QR кодпен біз Түркістан туралы біз видеоны көрдік, иә. Оның ішінде Түркістан қаласы, Түркістан облысында, Қазақстанның оңтүстік облысында орналасқан екен, иә. Онда Қожа Ахмет Яссауидің үлкен кесенесі бар екен. Бұл кесенені Әмір Темір салғызған екен, иә, тұрғызған екен. Оның ортасында үлкен не бар дейді? Тайқазан бар екен, иә, өте жақсы. Келесі видеоны ашып алайықшы. Мен алтын емелді тақтадан көреміз. Аңырақайда көріңіздер. Аңырақай шайқасы 1729 жылы жазда мамыр маусым айларында өткен. Біріккен қазақ қолының жоңғар басқыншылығына қарсы 100 жылдық азаттық соғысында бетбұрыс жасаған ең ірі жеңіс. Саяси және әскери бірлікте қол жеткізген 300 жасақтары 1728 жылы Балқаш пен Шу бойына қарай жылжып, Арысқа әзірлене бастады. Бұл кезде жоңғарлар қазақ жерін тұтастай иеленуге ниетті. Қазақтардың әрекетін сезген олар да Шу мен Балқаштың оңтүстігінде үлкен шеп құрды. 300 жасақтары шешуші шайқас алдында Хан тауында, Сұңқар тауында жиналды. Бұл шайқаста Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапыраш Наурызбай батырлар және ақын Ақтамберді мен Үмбетей жыраулар секілді тұлғалар туған жері үшін бір ту астында жиналады. 300-дің біріккен әскеріне Әбілқайыр да қолбасшылық етеді. Бұл шайқаста қазақтарға оңай түскен жоқ. Себебі мықты әрі шыныққан жоңғарларды жауыздығы мен қолбасшылық дағдысымен танымал қуантайшы қалың терең бастап кірген еді. Дегенмен қиян кескі ұрыста қазақтар оларды біржолата талқандайды. Қазір балалар осыған қысқаша қосып кетейін. Аңырақай Жамбыл облысында орналасқан екен, иә. Хан тауының етегінде не қылған дейді? Шайқас болған екен. Өте жақсы, жарайсыз. Содан кейін ол не қылған екен? Шайқас қазақтар мен жоңғарлардың арасында болған екен, иә. Жоңғарлардың мақсаты қазақтардың жерін жаулап алу болса, қазақтардың мақсаты не бопты? Өз жерлерін қорғау, бермеу керек бопты. Сөйтіп олар қазақтар жерін не істеген екен? Қорғап алып қалған екен. Жарайсыздар, жақсы. Келесі алтын емелдің видеосы. Ұлттық мемлекеттік табиғи саябағы 1996 жылы 10 сәуірде ұйымдастырылды. Ұлттық саябақтың территориясы 520 мың гектар жерді алып жатыр. Саябақта таулы аймақ, құмды шөлді аймақ, жазық далалы аймақ, қырлы жоталы аймақ және топырақты далалы аймақ бар. Негізгі бөлігі таулы массивтерден тұрады. Таулы аймақтары теңіз деңгейінен 1200-2500 метр биіктік аралығында орналасқан. Үлкендігі жағынан Қазақстандағы ең үлкен табиғи саябақ. Саябақтың территориясында көптеген туристік мекендер бар. Саябақтың климаты шұғыл континенталды. Алтын емел ұлттық табиғи саябағында 1800-ге жуық өсімдіктің түрлері бар. Олардың 21 түрі Қазақстанның қызыл кітабына енген болса, 60 түрі Жоңғар алатауы мен Іле-Балқаш бассейнінде сирек кездесетін өсімдіктердің қатарына кіреді. Жануарлар әлемі бойынша саябақтың аумағындағы 56 түрлі жануар Қазақстанның қызыл кітабына енген. Соның ішіндегі 25 түрі жәндіктер, 3 түрі балықтар, 2 түрі қосмекенділер, 1 түрі бауырмен жорғалаушылар, 12 түрі құстар, 10 түрі сүтқоректілер. Саябақты ұйымдастырудың мақсаты ретінде бірегей табиғат кешенін сақтауды, тарихи мәдени ескерткіштерді қорғауды, азайып бара жатқан әрі сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарлар әлемін сақтап қалуды және экологиялық туризмді дамыту саясатын атауға болады. Мінекей, көрдік, балалар. Алтын емел дегеніміз Алматы облысында Жоңғар алатауының етегінде орналасқан үлкен екен? Саябақ екен. Онда нелер бар екен? Иә, өте жақсы, жарайсыздар. Тағда не бар жануарлардан басқа? Нелер? Құстар, балықтар, дұрыс. Тағы да? Сүтқоректілер, қызыл, өсімдіктер, жарайсыздар. Осылар
жәндіктер барлығы қызыл кітапқа енгендерді осы саябақта сақтап отырады екен, иә. Енді бұл өте үлкен парк екен, оған көптеген саяхатшылар барып оны не істейді екен, көреді екен. Және Алтын Емелдің тағы да бір ерекшелігі, мұнда қарасақ, дұрыс ілінбей қалды жаңа, Алтын Емелдің таулары қандай екен? Қызғылт сары және сары түсті екен, ерекшеленеді екен, таулары. Сонымен қатар ол таулардың тағы да бір ерекшелігі толқын болып орналасқан екен. Тағы да бір ерекшелігі осы Алтын Емелде әнші құм деген, құм деп те атайды екен. Не үшін әнші құм деп атайды? Өйткені оған жел келгенде, Жел соққанда, жел соққанда құмның астымен не қылады екен? Бір музыканың дыбысы шығып тұрады екен, дауысы шығып тұрады екен. Сондықтан да оны әнші құм деп атайды екен. Сонымен қатар онда тас ағаш деген де бар екен осы Алтын Емелде. Жақсы, ендеше бұны тағы да ары қарай тапсырмаларда толықтаймыз. Келесі алдарымыздағы топик кезетке қараймыз. Мұнда қазір жаза қойыңыздар Алтын Емелдің теңеу сөзін. Қандай теңеу сөзге? Қандай сөзге теңейсіздер? Ертоқымдай. Айтпаймыз. Айдындар жазып жатыр. Теңеу сөз қандай? Дұрыс емес. Мұнда тұр ғой. Кім айталады? Ертоқым дегеніміз не? Өте жақсы. Атты, жайлақ аттың үстіне қоятын ертоқымды біз ертоқым. Енді неге Алтын Емелді ертоқымға теңеді? Не себепті? Мұнда қарасаңыздаршы. Ертоқым сияқты биік, және мына жерде дұрыс шықпаған, тағы да дұрыста ертоқымға ұқсайтын нелер бар екен? Тауларының барлығы ертоқымға ұқсайды екен, толқын болып тұрады. Ал ердің алды биік, аласа ғой. Сондықтан да Алтын Емелді ертоқымға теңеген екен. Жақсы. Келесі. Мына жерде балалар картамен жұмыс. Қазір мен сіздерге картаны берем, келесі бетті ашсайшы. Қараңыздар балалар, картаға қарасақ, Түркістан қайда орналасты? Жамбылды жаңа біз қайда Жамбыл деппін ғой. Аңырақай қайда орналасты? Алматы облысы қайда орналасты? Жаңа біз айттық қой. Қазір картаға түсіреміз, жарай ма? Бұл жеке жұмыс. Тез түсіре қойыңыздар. Жеке жұмыс бұл. Тез түсіреміз де көрсетеміз. Болады бәрібір қандай болса да. Қараңыздар. Жұмыс істейміз. Істе ғой. Тез бастаймыз. Рамазан баста. Нұрәли, кез келген қарындашпен бояй бер. Ондай қарындашың жоқ болса, бояй бер. Айсата, тез бол. Көрдім. Түркістан қайда орналасқан екен? Оңтүстікте қай жерді боядыңдар? Шымкент. Түркістан қаласы, Түркістан облысында Шымкент жақта екен, Ал Аңырақай тез қарап жауап береміз? Өте жақсы, жарайсың, Жамбылда. Ал Алтын Емел? Алматыда, жарайсыздар, жақсы. Келесі тапсырманы аша бер. Кім болды? Тапсырмаларымызды былай қоя салыңыздар. Екі топ қалай жауап берді, бағалап қойсаңыздаршы. Екінші топтың жұмысы. Бірінші топ тез болды ғой, неге сіздер жаман бағалап отырсыздар? Бірінші топ болып қойған, Ал жақсы, жарайды. Енді қонақтарымыздың көңіл күйін көтеріп, өзіміздің де көңіл күйімізді көтеріп, серпіту сәтін өткізейік, келіңіздер.
Біз Түркістанды өтіп жатқан себепті қазір Түркістан туралы әнімізді айтып билеп берейік, иә? Ал. Айтымыз әніміз. Ал. Еліміз, бал болашақ шалық шеріміз, Түркістан түрленген нұрланған, келіңіз, келіңіз, көріңіз, ұлылықтарда сайраған, көріп жайнаған, сымшаттығын жаған, киелі Түркістан, Түркістан, бол-болы бақтарда сайраған, көріп жайнаған, ол қызы шаттығын тойлаған, Түркістан, Түркістан, Түркістан. Қолымыз. Ақты ертеңі, көріңіз қуатты үлкені. Қатты. Түркістан. Олар, топик кезетке қараңыздар. Мұнда төмендегі тірек сөздерді пайдаланып, сөйлем құрастырамыз тезірек. 4-ші. Ау? Деп тұр ғой. Келіңдер, келін мұнда. Дұрыс. Ал балалар, орнымызға отырайықшы. Қандай сөйлем құрадыңыздар? Айтып бере салыңыздар. Иә, өте жақсы. Сіз бірінші Түркістанды айтпаймыз ба? Мен сіздерге келесі тез-тез қайталап жібертейік, айтпағанда үлгермейді екенбіз. Мұнда сіздерге Түркістан туралы сіздерге аңырақайды тез-тез. Мұнда келіңіздер, балалар. Жаза қоямыз. Тез біреуміз жаза берейік, біреуміз апара берейік. Мама, сен неге андағы көтеріп жүрсің? Орныңдарымыз істемейміз ба? Аңырақайдың суреттерін әкеле беріңіздер. Аңырақай, мына жерге жазам ба? Түркістан деп жаз. Иә. Тез-тез енді клей қайда? Клейіп жабыстыра қойыңыздар. Тез-тез. Мансұр тез-тез жабыстыра қой. Ал жақсы. Бірінші топ болды. Келіңіздер, сіздер ортаға шығып, қорғай беріңіздер. Тез. Барымыз шықпаймыз. Кім айтады? Кім оқпай? Алы. Рамазан отыр. Отырыңдар, Амина. Айдын, тыңдаймыз жақта. Отыр. Аха, Түркістанда не бар екен? Қожа Ахмет. Ясауи кесінесі бар. Аха, тағы да не бар дейді? Бұл кешкі Түркістан. Аха, мұнда халық саны қанша дейді? 180? 180 мың. 1000 де. Ал мынау Түркістан. Жақсы, жарайсыздар. Келесі екінші топ шығыңыздар. Ескендір, келе қойыңдар. Тез. Жауап береміз. Аха. Қайда 56 түрлі жадылар Тыңдаймыз. қызыл кітапқа енген. Аха. Бұл не бар екен? 45? Аңырақайда 45 кесек тас бар. Аха. Айта ғой? Кім есі? Ұлттық, Аңырақайда ұлттық парк бар екен. Жақсы, келесін аша бер. Мұнда сабақты бағалау, бұнда баусақ әдіс арқылы бағалаймыз. Келесін аша бер. Сұрақтарды көріп тұрсыздар ғой, я? Айдын? Осы сұрақтарға жауап. Бүгін қандай жаңа ақпаратты таныстық? Жоқ, біреуіне ғана жауап беріңіздер. Қайсы? Жоқ, мына сұрақтарды оқысаңыз. Амина дұрыс айтып жатыр. Қалалар мен
Өте жақсы, баса салшы соны. Жоқ, жауабын баса. Мынаны басына. Мінекей, не болды? Бауырсағымыз пісіп шықты. Қате болса, бауырсағымыз піспейді. Келесі. Неге аңырақай деп атаған? Өте дұрыс, жарайсыздар. Басылса. Аха. Келесі сұрақ. Түркістан қаласы Қазақстанның қай жерінде орналасқан? Аха. Өте жақсы. Келесі сұрақ. Неліктен алтын емел деп аталған? Өте жақсы, жарайсыздар. Мінекей, бауырсағымыз пістіп шықты, я, барлығымыз жауапты жақсы бердік, бауырсағымыз пісті, ал келесін. Үйге балалар, Түркістан қаласы туралы жаңа ақпарат отырамыз. Жаңа ақпараттарды дайындап келеміз, және кітаптағы мақалды жаттап аламыз. Жарай ма? Келесі. Бағалауларыңды тез көрсете қойыңыздар. Кім өзін нешеге бағалады? Көтір. О, Мансұр, 10 дұрыс. 9, 7. Сен жақсы қатысып отырдың. Негізі 9-да бұл 8 жарайсыз. Амина 10 өзін бағалады. Сіз неге өзіңізді 7 бағаладыңыз? Ескендір 9 жарайсыз. Айдын неге 7? Айдын барлығына жауап берді. Мен Айдынды 10-ға бағалаймын. Нұриман, сіздікі қайда? Нұрәлі келе ғой, көрсете ғой. Нешеге бағаладың? 7. Нешеге? Жарайды. 4-ке дейді өзімді. Жақсы. Келесі. Келіңдер, бүгін сабақ кімге қалай өтті? Өте жақсы болса жасыл қоржынға, жақсы болса сарыға, ал ұнамаса қызылға жапсыра қойыңыздар. Мында, тез-тез апарып жапсыра қойыңыз. Жүріңдер, иә. Мынада скотч бар, соған жапсыра қойыңыздар. Аха. Аха, жарайсыздар. Ол кез келген жерге жапсы. Әкел. Аха. Бізге жақсы деген түсіндім дегенге Нұрислам сізге неге жақсы болды? Нені түсінбей қалдыңыз, соған айта қойыңыз. Қалғандардың барлығы өте жақсы деді. Нұрислам ғана жақсыға жапсырыпты. Неге? Айта қой. Не ұнамай, нені түсінбей қалдыңыз? Айта қой. Жарайды, оны келесі сабақтан кейін өзіміз толықтырып аламыз. Ал отырамыз қалғандарымыз. Олай ұстама? Олай ұста? Иә. Сөйлемей бара береміз. Көп сөйлемейміз енді. Болды.